Ассаламу алейкум. Қалдарыңыз қалай? Бұл Спорт Инсайт жобасы. Бас демеушіміз Самұрық Қазына қоры және демеушіміз спорт қорының қолдауымен жарыққа шығып жатқан біз осы жоба аясында қазақстандық қыз-жігіттердің Париж Олимпиадасына дайындығы жайында айтып жүрміз. Тіпті бүгін осы мақсатта Алматыдағы Тау Самалы жаттығу базасына келдік. Бұл жерге өз басым алғаш рет аяқ басып тұрмын, бірақ байқағаным керемет табиғат аясында орналасқан 1690 метр биіктікте міне осындай ерекшелігі бар және дәл осы жерде қазақстандық еркін күрес шеберлері де әзірлікті пысықтап жатыр. Мен Олимпиадаға баратын жігіттермен сөйлестім, жаттығудың барысын көрдім және қазір назарларыңызға ауыр салмақтағы 125 келіде өнер көрсететін Юсуп Батырмұрзаевтың әңгімесін ұсынғым келіп тұр. Юсуп менің де жанкүйерлердің де көкейінде жүрген біраз сұрақтарға жауап берді. Жақсы әңгіме болды. Ендеше соны сіздер қазір көруге кеңес беремін. Уақыттарыңызды алмай бастайық. Қалай болды пробежка? Жақсы. Қиын болады. Болды негізі. Бірінші класс қой. Біріншісі ме? Бірақ жаңа мақтап отыр, тоқтамай жүгірді осы жолы деп. Иә, анау подъем, постоянно подъем ғой. Именно шамал кислород жетпейді. Это қиын болады. Кейін осы ауа аз ғой мына жерде 1600 метр биіктік екен. Жерге түскенде бөлек бола ма одан кейін физика? Физикада, дыхание да бөлек болады. Основном дыхание, шаршамайсың. Соған әсер етеді. Кислородный голодание болады ғой мында. Сосын қалаға түскенде уже нормально. Демаласың, восстановление болады жақсы. Жүгіріп келгеннен кейін өрік жейді екенсіздер. Бірінші рет көріп тұрмын мен оны. Ағайлар алып келді ғой. Доп питание деп. Дополнительное питание. Оның да бір несі бар екен ғой, жаңа түсіндіріп жатыр. Шөлді басады дейді, бір пайдасы бар екен. Білмейді екен оны. Ана жол білесіз ба, шай ішіп отырыңыздар ғой, көк шай, сол сияқты. Әрбір келген сайда бір секрет білеміз. Енді жүктеме қандай одан кейін? Темір терсек? Иә, сол уақытқа істеп жатыр. 2 минуттан. Тоже нагрузка, қолдарға нагрузка. Мен после них еще. Ше. Одан кейін біздікі ағай. Юсуп, енді көргенімізге қуаныштымыз. Кезекті рет, соңғы рет Бішкектегі азиялық іріктеу жарысында болдық бірге. Және Юсуптан сұхбат алған болатынбыз, оны менің арнамнан көрсеңіздер болады. Ол кезде эмоцияға толы сәт болды ғой, бірге уайымдадық, бірге қуандық. Біраз шаршап та жүрген кезіңіз, кәдімгідей әбден бітіп деген сияқты. Қазір енді бір қалыпқа келді. Олимпиадаға бағытталған арнайы жаттығу жүргізіп жатсыздар ғой. Барысы қалай болып жатыр? Қазір қай кезеңі, алдағы жоспарларыңыз қандай деген сияқты. Осыдан бастайық. Қазір бізде более такой качковый сбор болып жатыр. Бірінші этап мынау тауда, Тау Самал деген базамызда. Мұнда специально біздің алып келді, что біз функционально шамал қалай айтады? Қосу керек қой. Қосу керек, иә. Шыдамдылық соңына дейін күресу осы жерде ме? Да, осы жерде шешіледі, иә. И мұнда кислородный голодание болады. И сонымен уже потом астыға түскенде уже легче от күресуге. Осыдан кейін біз Махачкалаға барамыз. Онда да 1-нен 14-не дейін июльна сбор өтеді Махачкалада. Сонда основной нагрузкада сонда аламыз. Потом содан кейін 20 июльна келіп уже осы Алматыда дайындаламыз последний сбор. Олимпиадаға уже подводящий сбор. Махачкалада қарсыластар болады ғой, спарринг. Жауынгерлік дайындық қой, иә? Спарринг. Чисто схватка бар істейміз анда. Чисто күресеміз барып. Айтып едіңіз ғой, ол жақта өте көп мықты қарсыластар, иә? Және бір-бірін қайталамайды деп, әртүрлі стильдағы күрестерді көре беруге болады деп. Иә. Конкуренция көп анда. Оған дейін де барып жүрдіңіздер ғой? Иә, барып жүрдік. Бұлай енді кеше тоқтамай жүгіріп шықты Юсуп деп бапкерлер жақсы баға беріп жатыр. Жаңа оңай емес па? Төменнен жоғары қарай жаңа жарты сағатта жүгіресіздер ғой? Бізге, маған, например, мен тяжмын ғой, маған біраз шамал қиын жүгіруге. И мен біраз мұқачтардан қалып қалам атта. Соның үшін тоқтамай жүгірдік. Бұл бірінші кросс болды кеше бізде. Али овой кросстар бір 3-4 кросс болады осы сборда. Қос, аз қалды.
Кос. Давай. Голови. До конца. Молодец. Там кеткен ғой. Көп мемлекеттердің спортта Солай жалғастыра беріңіз енді. Иә. Қоса беріңіз уақытын. Жаңа тағы бір аса ауыр салмақта жігіт жүр ғой, сіздерде? Омар ғой, Аюбов. Не ма, спарринг қарсылас болып, күресіп, бетін ұстастыра бұл жақта? Сол үшін алып келді ма? Ол да сборный команда да, біздің главный бапкеріміздің ученигі ол тоже. Екінші номер сборный Қазақстанда. Сол да сбордан бізімен постоянно жүреді, жарыстарға, сборларға. Венгриядағы жарысты көрдік, жанкүйер болдық, ақпарат тараттық сол жақтан. Құтты болсын, күміс жүлде. Көңіліңіз тола ма? Әлде әттеген ай бар ма? Шамам финалда болмай қалды. Асып кеттім, чуть-чуть. Абой негізі, бұл Венгрияда просто проверочный старт болды ғой бізге перед Олимпиада. Қалай күресеміз, қалай не істейміз екен. И сол шамал ошибкалар болды негізі. Қазір тренермен жұмыс істеп жатырмыз сол ошибкалар. Финалға дейін жетіп тұрсыз ғой бірақ енді. Финалға дейін жетіп тұрмыз. Оған тоқмелсуге болмайды дейсіз ғой. Ана грузиялық жігіт Гоганы жеңген бір шулатып еді ғой. Шығып қалай болды жалпы? Тактика қандай болып еді? Күрестің барысы? Күресем деп шықтым негізі. Бай план, мен просто даже үлгермедім план жасауға. Мен схваткадан кейін 12 минуттан сразу шығып кеттім келесі схватка. Бірінші египтянмен күрестім, содан кейін 12 минуттан сразу шығып кеттім неге? Грузинге. Шамал вақытта болмады настраиваться ететін. Солай на автомате как-то жүріп кетті. Солай ба? Но бірақ соғым басымда болған, сол қолым байлап, содан бір нәрсе қыламын деп шығар қазір. Жақсы, керемет. Енді қарсыластар белгілі ғой, Париждегі 3%. Олар зерттеп атсыздар ма? Қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Олардың енді бәрімен кездеспедіңіз? Бәрімен жоқ, бәрімен кездеспедім. Бар бір 4-5 бала кездеспеген. В основном барымен уже кездескен, біреулен ұтқам, біреулен ұтуғам. И тренермен каждый, примерно, білеміз кімен шығам, примерно 4 адам бар, сол лидер бар. Соған дайындап жатырмыз тренермен өзіміз. Негізгі қарсыластар қай елдер жаңа мықты деген? Сол Иран, Турция, Грузия и Америка. Сол 4 болып тұрған мировой рейтингті. Ол жұмыстар жүргізіліп жатыр дейсіз ғой? Біз мына тренермен кәдімгідей работу над ошибками істеп жатырмыз қазір. Личный тренер Нұрмұханов Бауыржан деген кісімен. Олар да сізді зерттеп жатыр ғой қазір. Жақында үй берді ғой, Ақтөбе облысының әкімдігі берді. Әкім берді. Құтты болсын үйіңіз, рахмет. шаңырағыңыз. Осы бір жағдайлар қосымша мотивация ма? Конечно, үлкен мотивация. Қалай айтса болады. Сенеді да бізге адамдар. И сол сенің оправданиясын надо оправдывать. Сосын енді мидағы бір мәселеде шешілді ғой, бір кедергі болады ғой енді. Баспана деген кәдімгідей өзекті мәселе ғой. Кішкене жеңілдеп жүресіз әйтеуір. Уайымбайықсыз. Алхамдулилlah, нормально. Просто до этого акимдар тоже аким болған, обещать еткен, бірақ білмеймін болмай қалған негізі. Мынау қазірде аким Асхат Шахаров ол өте дұрыс жігіт. Сол сөзіне тұрады негізі. Бір жағынан спорттың өкілі ғой. Самбоның, Дзюдо, самбо. Ішінен түсінеді ғой дейміз. Да. Сол. Оны тойладыңыздар ма? Ондай мүмкіндік болды ма? Квартираны ма? Квартираны уақыт болмады тойлайтын. Сразу сбор ғой бізде. Кеше Әлімхан жүр ғой, грек-рим күресінде. Туған күн екен. Тағы 4-5 жыл болды осындай жаттығуда жүрем дейді. Сол сияқты ма сіздерде? Шақырады ғой, тойға, туған күндер болады, әртүрлі жиын тойлар. Бәрін сырып тастадыңыз ба? Пока Олимпиада дайындап жатқан кезде, конечно, вообще ешқайқа желательно бармау, отвлекаться нельзя. Только концентрироваться на борьбе нужно қазір Олимпиадаға дейін. Айналаңыз түсіністікпен қарай ма? Туысқандар, достар? Конечно, олар түсінеді уже қанша жыл келе жатырмыз мынау жолмен. Уже түсінеді олар. Шыдайды, басқа вариант жоқ.
тәжірибеңіз бар ғой енді Токиодағы. Нені ескердіңіздер, нені қайталамау керек осы жолы, или өз-өзіңіз? Асықпау керек, самый главный асықпау керек. И уже опыт бар, Олимпиадаға қалай болады, қалай өтеді бар. Этаптар қалай өтеді Олимпиада, қалай келесің, қалай не уже ойымызда бар. Уже осы жерде, уже Парижде легче болады бізге. Екінші рет уже барын саламыз, иншалла. Олимпиада золото алып келуге мемлекетке. Жаңа Әлшер Ерғали айтады, Токионың алдында 7-8 жарысқа қатысып, қайта-қайта салмақ қуып, сол бір қателігім болды дейді. О, көп су қуды салмақ негізі. Осы жолы әдейі көп жарысқа қатыспай жатырмын дейді. Және байқағаным, аз қатыссаң, нәтиже болады екен. Енді өйткені соған дайындаласың. Свежий болсын. Сізде қалай деймін, ол тізім графикаларыңыз, жаңағы кестелеріңіз? Бізде де солай, как бізге бап главный тренер айтқан, главный тренер, личный тренермен уже ақылдасады, қай жарыста күресу керек, сол жарыста күресеміз негізі. Бәріне бара беру міндетті емес дейсіз бе? Керек емес. Мен де салмақ қуамын нормально. Мен де 7-8 килограмм қуамын. И соның үшін постоянно. Негізі мынау Венгрияда, анау лицензиядан кейін уже сразу Венгрия келді ғой. Сонда да анда 8-9 килограмм қуылдым. Қазір мында. И негізі если 2 килограмм провес болды просто, соның үшін бардым. А былай, если 125 болғанда, уже бармайтын едім, наверное. Қиын болатын еді қууға. Ондай мәселелер бар, Режимге үйреніп қалған шығарсыз, жаңа тағы да сөйлесіп жатырық қой. Ананы жемейміз, мынаны жемейміз, сағынамыз деген сияқты. Конечно. Көбісімен жертвовать ету керек қой, до Олимпиады уже. Аз уақыт қалды, уже на кону многое. Психология не болып жатыр? Ол да дайындық енді маңызды ғой, бөлек. Менде психология жақсы, өте жақсы. Менде вообще бой переживание, мандраж деген қазір данный момент жоқ. Вообще қазір данный. Жарыстың алдында предстартовый волнение болады, но просто сол волнение, ответственность сол бұзып қояды негізі адамды. Особо берілмеу керек соған. Настроимся, шығамыз коверға, өзіміз жұмысын істейміз, болды. Бапкер қалай? Бапкер уайымдамай ма? Бапкер уайымдайды. Бірақ ол беріледі ғой сізге. Сіз оны көріп тұрсыз ғой. Көреміз ғой, бапкер де уайымдайды негізі. Бапкер, по-моему, даже больше уайымдайды, чем оның жұмысы ол. Біз как алмазная работа, постоянно біздің қасымызда, біздің как лепит сияқты ол біздің бапкер. Из-за этого ол тоже өзінің жұмысы ол, из-за этого более тоже переживает бізге. Бізде сол, иншалла, бапкерлеріміздің надеждасын, мемлекеттің надеждасын тырысамыз. Ақтау керек дейсіз ғой? Ақтау керек, иншалла. Барын саламыз. Құрметті достар, Париж Олимпиадасының басталуына өте аз қалды және күн өткен сайын бұл аралық қысқара түсуде. Осы тұрғыда мен спортшыларымызды барынша қолдауға шақырамын, өйткені олар оны сезеді және содан мотивация алады. Тіпті осы спортшыларымыздың жағдайын жақсартуға, жалпы еліміздегі спорттағы жағдайын жақсартуға бағытталған ұсыныстар болса, оны да жаза кетіңіздер, міндетті түрде ескеріп, тиісті жерлерге жеткізуге тырысамыз. Айтпағым, біз осы жоба аясында бас демеушіміз Самұрық Қазына қоры және демеушіміз спорт қорының қолдауымен жарыққа шығып жатқан Париж Олимпиадасына қатысатын қазақстандық қыз-жігіттерді таныстырып қана қоймай, солардың көкейкесті деген мәселелерінің шешілуіне де түрткі болғымыз келеді. Соған бірге атсалысайық. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет және видеоны көруді жалғастырамыз. Ішкі атмосфера қалай командада? Вообще четкий. Жақсы. Көңіл күйді кім әкеледі ішке? Кім самый веселый деп орысша айтқанда? Көп бізде балдар. Бой қазір молодой балдар көп негізі. Қазір бар балдар көңіл алып келетін. Айта алмаймын. Тарыңыздан қарасаңыздар бәріңізден салмақты, сондай ғой енді. Бәрі по-своему веселый. Жаңа Әлшер айтады, тіземді ауыртып олдым дейді Венгрияда. Бірінші күрескен кезде, бірінші жекпе-жегінде. Сон бірақ шыдап, соңына дейін күрестім дейді, қатты ауырады дейді, бірақ қазір кетті дейді, жайлап-жайлап. Жалпы сіздің кәсіпқой мансапта болды ма сондай жағдайлар? Менде травма бар ма? Жарыс кезінде болып, осындай бір... Болады, ол любой спортсменде болады негізі. Бізде, менде қатты травма болған жоқ негізі. Бір рет болған, операция істеген менисқа, сонымен болған жоқ, походу. Жарақатқа қарамай күрес жалғастырған кездер болды ма деймін ғой? Болды, постоянно сол
любой спортсменде микротравмалар болады постоянно. По-любому. Бір жерің по-любому шамалы ауырады. Болмайды без этого. Керек жарақтар мемлекет тарапынан беріліп жатыр ма? Кеше темір терсектер алып келіпті, жалпы физикалық дайындық жасайтын. Киімдеріңіз бар, дәрі-дәрмек, одан проблема жоқ па? Жоқ. Бар болса айтыңыз оны да. Негізі қазір олимпиаданың алдында жоқ проблема бар. Қазір федерацияда жұмыс істеп жатыр, бізге кеше витаминдер алып келеді, бүгін ертең витамин, фрукты бар, там бар жақсы қазір олимпиада. Ештеңені ойлап жатқан жоқпыз. Чисто дайындалып жатырмыз. Киім қандай болады, дизайн көрген жоқсыздар ма? Мен шын айтсам көрген жоқпын дизайнды. Бұл көрдім бір рет бой набросоктарын, а бой конкретный дизайнны көрмедім. Ол маңызды ма? Маңызды емес па? Негізі жақсы болғаны жақсы ғой. Просто этот білмейміз, көреміз, мен көрген жоқпын. Анау олимпиада бой такой средний форма болды негізі. Просто басқа мемлекеттер алған формаларда жақсы болады негізі. Ол да маңызды негізі. Андай көк киіп шықсам жеңем, қызыл киіп шықсам жеңем деген бір ырымдар жоқ. Біз мұсылманбыз ғой біз. Біз уповаем только бір Аллаға. И ойын мәселелер бізде жоқ вообще. Даже ойымызға келмейді ойын мәселелер. $250 мың сыйақы бар ғой, олимпиаданың алтынына. Күміс пен қолаға да бар. Бізде қателеспесем 5-ші орынға дейін береді. Сол бір материалдық қолдау, мотивация ма сіздерге? Тоже, конечно, ол мотивация. Сен өзің жақындарыңа көмектесесің ол ақшамен, нуждающийға көмектесесің. Ол ақша көп проблеманың негізі шешеді ол сума. Қазақстан бірінші или екінші орында мирда, әлем бойынша тұрда да. Сол ақшамен. Конечно, ол үлкен мотивация тоже бізге. Міне енді олимпиадаға екінші рет баратсыз ғой. Олимпиада деген не? Жалпы сіздің түсінігіңізде? Миыңыздан өткізгенде қандай бір? Олимпиада ол самый пик қой спортсмені. Самый пик. Сол бар спортсмен, сол олимпиадаға бару үшін всю жизнь тренировка жасайды, всю жизнь өзін уақытын береді, чтобы олимпиада попасть. И олимпиада как именно борьбада ол пик, да, возможностей. Соған попасть уже дальше больше некуда уже. Бапкер мен спортшы арасындағы байланыс қалай болу керек? Өйткені сіздер үнемі бірге жүресіздер, біреулер айтады екінші әкем дейді, біреулер балам сияқты деп атады. Оңай емес қой, кей кезде жүйке сыр беріп атады, қиын кездері де болады. Болады. Енді соны қалай дұрыс қойған дұрыс бір жолға? Самый главный взаимопонимание ғой, бір-біріңе сену керек, тренер мен ученик. Если бір-біріңе сенбесе, ол вообще жұмыс болмайды и результат та болмайды. Если сен тренеріңе сенсең, саған тренер сенсе, ол уже үлкен не ғой. И сол кезде уже результат та болады, бар болады, короче. Проблемаларды ашық айтасыз ба бапкерге? Айтамыз, бір-бірімізбен уже свободно сөйлесеміз. Ол екінші әкем сияқты мен тоже. Ол айтқандар жетіп жатыр ма, шешіле ма сол мәселелер? Бір мәселені көтересіз ғой, маған осы керек еді. Конечно. Ағай барын салады, негізі. Полный поддержка береді маған. Нұрмұханов Бауыржан. До этого тоже Избасаров Еркін болды, тоже бізге қайтыс болып кетті ол кісі. Тоже соған рахмет үлкен. Сол бізге тоже көмектесті, поддержка спортсмендерге, именно Ақтөбе облысына. Тоже соған рахмет айтқым келеді. Үш жігітінде мүмкіншілігі бар ғой, зор. Бірақ Юсупта жетіп түспейтін жаңағы функционалдық қой, жаңағы тұрғыда ұтылып қалады. Соған қазір өздеріңіз көрген шығарсыздар. Соған жұмыс істеп отырмыз. Бүгін бірақ жүгірді ғой, тоқтамай. Жүгірді, темірлерді көтерді. Сол физикалық тұрғыда кішкене бостау. Денес. А былай енді күресі бар, техникасы бар, сезімтал өте жақсы жігіт. Жақсы. Ішкі бәсекелестік қалай болып жатыр сіздің салмақта? Қазақстанның ішінде лайықты ізбасарлар бар ма? Жаңа Омарды айттыңыз ғой, басқа да жігіттер қабілеті қалай деймін? Бар, конечно, по-любому, любой мемлекетте болады ғой. Но қатты конкуренция айтқанда жоқ қазір. 2018, 19, 17, 20 даже. Олег Болтин, Шабанбай, Ермұхамед Инкар, көп балдар болды негізі. А қазір просто орпары кетіп қалды. Конкуренция бар, но қатты емес конкуренция. Сол конкуренция болу керек негізі
мемлекеттің ішінде. Потому что если конкуренция болса, уже естественно, біз Олег Болтинмен болдық екеуміз. Анау Олимпиада екеуміз тоже қалай айтса болады, погоня. Басеке ма? Басеке. Сонымен постоянно напряженкада жүресің ғой. Из-за этого содан нәтиже болып жатыр. Жиналасың, содан уже расслабляться нельзя, короче. Жаңа кейбір жігіттерді осы Олимпиададан кейін андай аралас жекпе-жекке шақырып жатыр екен. Шоулар бар ғой. Жоқ, мен. Ондай ұсыныстар болған жоқ па? Жоқ, болса да бармаймын мен. Неге? Жоқ, каждый адамда өзінің принциптары болады ғой. Аха. Соны мен бара алмаймын. Не пойду я туда. Аха. Ұсыныстар болып па еді? Жоқ, негізі еще болған жоқ. Жақсы. Юсуп, сізді көретін жасөспірімдер бар, балалары бар, жастары бар. Осы жерде көп жүр, барымыз асханада былай жүргенде сөйлесеміз. Кімнің күресін айтты? Юсупты да айтып отыр, Азаматты айтады, Әлшерді айтады деген сияқты. Соларға қандай ақыл кеңес айтасыз? Осы күресті таңдайды олар. Кәсіпқой бағытын таңдағанда нені ескеру керек? Неден қателеспеу керек? Нені жасау керек? Бірінші очередь тыңдау керек, өзінің бапкерсін, тренерін тыңдау керек. Екінші өте режим, самый главный дисциплина болу керек. Дисциплина болмаса өте қиын спортта. Потом тыңдау керек, потом пахать ету керек. И сол пахатаңа верить ету керек. Верить надо в эту свой труд. И целеустремленность самый главный. Тоже один из главных факторов. Целеустремленность болу керек. Шыдау керек қой. Қанша жыл болды жүргеніңізге? Мен уже көп жыл, 5-ші класстан жүрмін негізі күресте. 5-ші класстан жүрмін. Оңай емес қой негізі, осынша жыл жаңағы бір режимді ұстап тұру, тағы не, тамақтың өзінде қанша кедергі бар, уақытында ұйықтау керек, қыдырмау керек. Сол, да, самый қиын сбор ғой бізге. Үйдегілерін көрмейсің. Ол да бар. Самый қиын сбор, абай тренировка уже үйреніп қалған дене негізі. Үйдегілер көрмейді деген сияқты. Мына жерде дұрыс байланыс та жоқ өзі. Сөйлессең үзіліп кетеді, интернет дұрыс ұстамайды деген сияқты. Интернетте связь дұрыс ұстамайды. Юсуп, сізге рахмет үлкен. Біз о баста келгенде де ойымызда болған, көп мазаламаймыз. Керісінше көбірек ақпараттық қолдау танытайық. Сосын енді жаттығуды көрейік дедік. Барысы қалай болып жатыр, не істеп жатсыздар. Өйткені сұрайтын адамдар бар, ел бар, көретін. Сіздің жанкүйерлеріңіз бар деген сияқты. Жаңа кейбір сұрақтарды айтып жатыр, Юсупқа осыны қойшы, осыған не дер екен деген, оған жауаптарын айтып жатсыз. Осындай бір кері байланыс қой енді. Қалың аудитория бар, қазақ аудиториясы жақсы көреді күресті. Және сіздерге олар жанкүйер, тілекші. Алдағы Париж Олимпиадасында өзіңіз айтқандай Токиода кеткен есені қайтарып, біздің күтіп жүрген медаліміз бар. Қазақтың тәуелсіздік алғаннан бергі арманы алтын болса тіптен керемет. Сол арқылы тек қана сіз өзіңіздің ол жеңіс емес, бапкердің жеңісі емес, бүкіл қазақ күресінің қандай буын болады елде, соның бір жеңісі болады үлкен. Соның арқасында мына жерде балалар сыймай жатып, біз Кавказ, қырғыздар деп қызығамыз ғой. Дәл сондай атмосфераны елге де әкелуге болады. Сол сіздердің қолдарыңызда. Бұл енді бір моральдық миыңызға жүктеме емес, керісінше бір мотивация болады деген ойдамын. Сәттілік тілейміз, жеңіс тілейміз, барынша енді. Саласыздар ғой барыңызды, өзіңіз жақсы білесіз. Біз енді сол әуежайдан құттықтап, дейсіз ғой. Айтып едіңіз ғой, ақыры алыпсыз ғой деген сияқты бір керемет бір кездесу болса екен дейміз ғой. Сол айтайын дегенім. Үлкен рахмет сізге. Рахмет сіздерге. Сәттілік. Рахмет сізге. Жұмыстарыңыз жақсы болсын. Сонымен, сұхбат көңіліңізден шықты деген үміттеміз. Видеоның астына пікір қалдырыңыздар, видеоны барынша таратыңыздар. Бұның барлығы қазақстандық қыз-жігіттер үшін кәдімгідей қолдау. Тағы бір айта кетерлігі, Sport Insight жобасы бас демеушіміз Самұрық-Қазына қоры және демеушіміз спорт қорының қолдауымен жарыққа шығып жатқан алдағы күндерде жалғасын табады. Және сол алдағы күндері кімдерді көргілеріңіз келеді, кімдерге қандай сұрақ қойғанымызды қалайсыз, міндетті түрде жазып кетіңіздер, оны да ескереміз. Және келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз.